Сабақтың тақырыбы атмосфераның ғаламдық циркуляциясы. Сабақ мақсаты атмосфераның ғаламдық циркуляциясын талдап түсіндіреді. Жалпы атмосфера жерді айнала қоршаған ауа қабаты. Атмосфераның жер бетіне жақын маңдағы тығыздығы жоғары, ал ол биіктеген сайын тығыздығы азая береді. Атмосферадағы ауа массаларының салмағы жерге қысым ретінде түседі. Оны атмосфералық қысым деп атайды. Қысымды миллибармен өлшейміз. Теңіз деңгейінен атмосфералық қысымның миллибарға тең. Синоптикалық картада 960 миллибар өте төмен, 1012 миллибар жоғарғы қысым деп есептеледі. Атмосфераның ғаламдық циркуляциясы жерде ауа массаларының үлкен масштабтағы қозғалысы. Оның басты себебі атмосфералық қысымның біркелкі таралмауы. Оның пайда болуына атмосфералық қысымның біркелкі таралмауы себеп болады. Экваторлық аймақтарда қысым үнемі төмен, тропиктік аймақтарда қысым үнемі жоғары, ал полюстерде қысым жоғары болады. Сондықтан ауа массалары жоғары қысым аймақтарынан төмен қысым аймақтарына үнемі қозғалады. Қысымның жылдық барысы материктерде қысым қыста жоғары, ал жазда төмен болады. Атмосфералық циркуляция желдерді қалыптастырады, жылу мен ылғалдың ендіктер бойымен қозғалуына көмектеседі және ғаламдық ауа айналымын қамтамасыз етеді. Атмосферадағы ауа ағындарына пассаттар, циклондар, антициклондар және муссондар жатады. Циклон ортасында қысым төмен болатын аймақ, ауа орталыққа қарай жылжып, жоғары көтеріліп, бұлттылық пен жауын-шашын тудырады. Антициклон ортасында қысым жоғары аймақ, ауа орталықтан сыртқа жылжып, ауа райы ашық, желсіз болады. Пассаттар ауа ағынның тропиктік белдеуінен экваторға қарай жылжитын тұрақты қуатты желдер. Муссондар жыл мезгілдеріне байланысты бағыттарын өзгеретін желдер. Жазда мұхиттан құрлыққа салқын, ылғалды ауа келсе, қысқы уақытта құрлықтан мұхитқа суық, құрғақ ауа тасымалдайды. Ауа айналымының типтері. Пассаттар батыстан келетін ауа тасымалы тропиктік белдеуден қоңыржай белдеуге соғады. Шығыстан келетін ауа массасының полюс маңы ағыны плюстерден қоңыржай белдеуге соғады. Ауаның муссондық тасымалы ол қысқы және жазғы болып бөлінеді. Ауа массалары үлкен көлемдегі ауа ағындарының қозғалысы, олар пайда болған аймағына қарай ерекшеленеді. Арктикалық ауа массалары температурасы төмен, ылғалдылығы аз, арктикалық ендіктерде қалыптасады. Қоңыржай ауа массалары қыста салқын, жазда жылы, ылғалдылығы аймаққа байланысты өзгереді. Қоңыржай ендіктерде қалыптасады. Тропиктік ауа массалары температурасы жыл бойы жоғары, ылғалдылығы аз, тропиктік ендіктерде қалыптасады. Экваторлық ауа массалары температурасы жоғары, ылғалдылығы мол, экваторлық ендіктерде қалыптасады. Атмосфералық фронт бұл көршілес екі ауа массасының шекарасында орналасқан өтпелі зона. Оның қалыңдығы бірнеше жүз метрден, ұзындығы жүздеген километрге жетуі мүмкін. Атмосфералық фронт суық және жылы болады. Суық фронт аумақтан жылы ауаны суық ауа алмастырғанда туындайды. Суық фронт өткенде температура тез төмендейді, жел күшейеді, жауын-шашын болуы мүмкін. Жылы фронт суық ауаны жылы ауа алмастырғанда пайда болады және жылу мен ылғал әкеледі. Бастапқы климаттық фронттар арктикалық және қоңыржай ауа массалары шекарасында, арктикалық фронттар қоңыржай және тропиктік ауа массалары шекарасында, полюстік фронттар ал тропиктік және экваторлық ауа массалары шекарасында тропиктік фронттар қалыптасады. Атмосфералық айналымның жер климатына әсері. Ғаламдық атмосфералық айналым ауа массаларының экватордан полюстерге қарай қозғалуына мүмкіндік береді. Бұл қозғалыс желдерді тудырып, жер бетінде жылу мен ылғалдың тасымалдануын қамтамасыз етеді. Жергілікті айналым және жергілікті желдер. Жергілікті желдер белгілі бір аймаққа тән желдер, олар аймақтың географиялық ерекшеліктеріне, жер бедеріне және жергілікті температура айырмашылығына байланысты пайда болады. Жергілікті айналым мен жергілікті желдерге: сирокко, дауылды желдер, ыстық құрғақ желдер, вели, хамсин, таулы желдер жатады. Олар негізінен кішігірім аймақтарда байқалады және жергілікті климатқа әсер етеді.